Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда күріштің пайдасы туралы айтатын боламын. Құрамында натрий өте әлсін ғана кездесетіндіктен, жоғары қан қысымымен байланысты дерті барлар үшін ең жақсы азықтардың бірі. Амин қышқылдар қатарына жататын лейцин тұрғысынан қанық келетін күріш қандағы шекерді жүйелендіріп, күш береді және жаралардың жазылуына септігін тигізеді. Күріш дәрумендер мен минералдар қоры. Д, Б дәрумені, фолий қышқылы, кальций, феррум, магний секілді минералдарды қамтиды. Жасушалардың жаңалануын қамтамасыз етеді. Күріш энергия көзі. Күріште көмірсу мөлшері мол болғандықтан, денеге күш-қуат беріп, мидың қалыпты жұмыс істеуіне көмекші болады. Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттермен бөлісейін. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Ыдысқа 2 стақан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Құсу кезінде қолданылатын рецепт. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стақан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтатқышта ұнтатып, содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп, қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да, суытып, әр 2 сағат сайын ішіңіз. Күріш суын бетке маска ретінде қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасы мен шаш жууға да болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұрады. Құрметті оқырман, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, жазылып кетіңіз. Достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.